Сәлеметсіздер ме? Осындай тез дайындалатын шайға тәттіні қалай жасалу жолын көрсететін болам. Көреміз. Так, осы жұмыртқамызды бірінші жарып аламыз. Үстіне жарты шай қасық разрыхитель қостым. Енді екеуін араластырып аламыз. Бір шай қасықтай қант. Қоспай қойсаңыздар да болады. Және 200 граммдай ерітілген май. Бұл магазиннің майы. Үйде өз үйдің майы болса, сонымен жасасаңыздар да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Және осының үстіне иленген ұнымызды қосамыз. Қатты тесто шыққанша. Жақсылап араластырып. Осы шетіп болу керек. Қолымызбен жақсылап илеп ысып аламыз. Жақтан тазартып. Міне осындай. Енді осы дайын болған қамырымызды осы ет турағыш мясорубкадан өткіземіз. Бұл қамырымызды морозильникке қойып қатырып үккіштен өткізсеңіздер де болады. Ал біз теркадан осылай сразу істей береміз. Так, осылай мясорубкадан өткізіп алдық тестамызды. Енді осы тестамызды 180 градусқа 5-10 минутқа пешке қоямыз. Қамырымыз 180 градус пешімізде 15 минуттай пісіп шықты. Бұл мынандай уақ болып піскен жоқ. Біз қолымызбен былай саттық. Мясорубкамен өткізгеннің бір плюсы осы қолмен сатқанда тез сатылады. Сондықтан мясорубкадан өткіздік. Енді осыны ыдысымызға салып, ыдысымызға саламыз. Енді осының үстіне вареная сгущенка бір ас қасық толтырып саламыз. Екі ас қасық бір өтіп бұл. Және обычная сгущенка. Ақ соңында қосамыз кішкене. Тек бір түрінен да қоссаңыздар болады, тек қарасынан немесе тек ағынан. Біздің ақ сгущенкамыз, әдемі сгущенка оғасын қосып жатырмыз. Енді осыны араластырамыз жақсылап.
араластырған жақсы ғой, бірақ қолмен араластырғанға жетпейді. Адам өзі, әркім өз жегеннен кейін өзі қолмен араластырса болады. Бұл пирог бізде құмырсқаның ұясы. Сгущенканы көздеріңізбен өлшеп, қалауларыңызша қосасыздар. Өте сухой болып қалмасын. Құрғақ осылай. Осындай консистенцияда болса, өте әдемі. Араластырып болдық. Енді формаға саламыз. Астына салафан төсеп алдым. Артынан алғанда тез түсу үшін. Қасығымызбен престеп жүреміз. Кішкене. Так, дайындап алдық. Енді если кешкісін жасап жатсаңыздар, түнге қалдырсаңыздар болады. Кемінде 1-2 сағат осылай тұрса, сгущенкамыз сініп, өте дәмі жақсы болады. Тәттіміз 1-2 сағаттай тұрды. Енді дәмін көрейік. Салафанымызды ашып алып, осылай. Ал енді бисмиллах деп кесіп көрейік. Бисмиллах деп дәмін көрейік. Ал, бисмиллах. Әдемі сіңген, жып-жұмсақ. Үйде бар заттармен тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тәттіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий жазып, өз ойларыңызды қалдырамыз. Сау болыңыздар.